хрустящий өте дәмді қуырылған шүпәрә дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға ерілген сары май немесе маргаринді салып алып, оның үстіне су құямыз. Екеуін араластырып жіберіп, бір қасық тұз салып жібереміз. Тағы да араластырамыз да ұн саламыз. Қатты қылып қамыр илейміз. Бұл өте маңызды процесс. Қамырымыз қатты болу керек. Қамырларыңыз жұмсақ болса, онша шықпай қалуы мүмкін. Қатты қылып қамыр илейміз осылай, сосын оны 20 минутқа демалдырып қоямыз. Бұл демалып жатқан кезде картошкамызды пісіріп алып, пюре істейміз және оған пиязымызды майға қуырып, араластырып, тұз, қалағандарыңызша бұрыш қосасыздар. Қызыл бұрыш немесе қара бұрыш. Және укроп қосып жіберсеңіздер өте дәмді болады. Енді қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Жұқа болғаны да өте маңызды. Жұқа болса өте дәмді, хрустящий болады. Жұқа етіп жайып аламыз да, пельменнің қамыры сияқты жаямыз. Кәдімгі шүпәрә тамақтың. Бірақ мен өте майда етіп кеспеймін. Сәл ірілеу болғаны әдемі көрінеді. Самсаның қасына қоямыз ғой. Осылай бірінің үстіне бірін қойып кесіп аламыз да. Мынандай ирелек пышақпен кессеңіздер де өте әдемі болып шығады. Жаңағы начинканы дәл ортасына қойып, мен осылай түйемін. Екі бұрышын екі жаққа шығарып қоямын. Піскен кезде әдемі болып тұрады. Осылай қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Қарап тұрасыздар.